Баршаңызға сәлем. Холодес дайындайтын боламыз, яғни қазақша дірілдек. Бұл холодестің пайдасын мен айтпасам да барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Дегенмен айта кетейін, сүйек буын ауруларына және де сонымен қатар бетімізге әжімнің ерте түспеуіне көмектеседі екен. Құрамы табиғи коллагендерге бай аз, сондықтан жиі жасап тұрыңыздар. Енді жасалу жолына көшсек, бір келіде сиырдың еті қажет болады. Мен 2 аяғын қостым. Яғни сирақ дейміз ғой, сиырдың сирағы. Тазаланған, күйдірілген және кесілген. Қарасаңыздар, ыңғайлы етіп кесілген. Осылардың барлығын қазанға салып, бетпе-бет етіп су құйып, бетін жауып, қайнайын дегенше қойып қоясыздар. Қарап тұрасыздар, қайнап кетпеу керек. Енді қайнайын деп осылай көпіршіктер пайда болғаннан ішіндегі сирақтардың барлығын сүзіп аласыздар да суын төгіп тастап, жаңадан су құйып, қайтадан сирақтардың барлығын етті бәрін саласыздар да бетін жауып қоясыздар. Жай қайнап бастаған кезде көпіршігін осылай алып аласыздар. Одан кейін осы жай күйінде 7-8 сағат қайнатасыздар жай отта. 7 сағат өтті, яғни 7 сағат жай отта қайнады. Енді сәбіз бен пиязымызды салып, тағы да жарты сағат қайнатамыз. Шамалап тұзымызды да салып аламыз. Бетін жауып, жарты сағат қайнатамыз. Жарты сағат өтті, енді ішіндегі барлық қоспалардың барлығын сүзіп аламыз. Мұндағы сирақта байқасаңыздар таза піскен еттер де, сирақтағы сіңірлері де үзіліп тұр. Үлпілдеп тұр. Дайын болғанын осылай білсеңіздер болады. Яғни сирақтағы еттері сүйегінен ажырап тұр. Демек таза әрі жұмсақ болып пісті деген сөз. Ыстықта енді осыларды барлығын бөліп аламыз. Еттерді мен вилканың көмегімен ақ бөліп тастадым. Яғни тисеңіз болды, өзі үгітіліп жатыр. Сирақтың етінде солай сүйегінен ажыратып аласыздар. Бұны да осылай вилканың көмегімен, бұл әлі ыстық, сондықтан вилканың көмегімен бөліп алдым. Жұмсақ, әдемі болып піскен, ешқандай қиындықсыз бөлінеді. Мен әсемдік ретінде бөдененің жұмыртқасын пайдаландым, яғни алдын ала қайнатып дайындап қойдым да, біреуін 2 бөлікке бөліп, осылай әсемдік үшін кесенің түбіне қойып шықтым. Өз қалауыңыз бойынша ішіне салмаларын салсаңыз болады. Мен осылай укропты, сәбізді, горохты салдым. Одан кейін үгітіліп дайындап қойған етімізді салып шығамыз. Оның үстіне сирақтан ажыратылған сіңірлерді, еттерді салып шығамыз. Оның үстіне сүзгіден өткеріп, осылай өзінің сорпасын құйып шығамыз. Сорпаны құймастан бұрын тұзын тексеріп алыңыздар. Қалауларыңызға қарай приправа қоссаңыздар болады. Осылай бетін жауып, холодильникке 24 сағатқа қойып қоясыздар, яғни 1 күнге. 1 күннен кейін ол өз қалпын сақтап, дайын болып тұрады. Осылай пышақтың көмегімен алып жей берсеңіздер болады. Ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.